Қызылорда облысында діни ахуал тұрақты. Қазіргі уақытта Қызылордада 7 конфессия өкілдері бар. Оны бөліп айтатын болсақ, 189 мешіт, 15 шіркеу және 2 миссионер діни қызмет атқарып жатыр. Жалпы басқарма жанында ашылған діни бірлестіктер клубы бар. Осы жылға үлкен жоспарларымыз бар. Соның бірі ашық есік күні. Яғни осы дін саласына қызығушы азаматтардың дін саласындағы заңнаманы түсіндіру бойынша. Қарапайым ғана осы 10 қаңтарда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске мемлекет басшысымен өзгеріс енгізілді. Сол жердегі өте үлкен жаңалық, дін саласындағы қызметті реттейтін 490 баптың 1-ші, 3-ші және 9-ші баптарына ескерту институты енгізілді. Бұл өте жақсы дүние, өйткені әрине түсінеміз, заңды білмеу ол жауапкершіліктен босатпайды ғой. Бірақ дегенмен ескерту институтын енгізу бұл өте үлкен плюс деп есептеймін. Мысалға 1-ші, 2-ші, 3-ші, 9-ші нелерінде кәдімгі жеке азаматтар үшін 50, жаңағы заң тұлғалар үшін 100 айық, яғни үстерінен салып тастайтын тұғын. Бұл енді ауырлау дүние, бірақ солардың өзі 50%-ға қысқарды. Сол діни бірлестік өкілдерімен бірге конфессияаралық келісім, рухани келісім күніне арналған дүниелері, съездегі айтылған дүниелерді осы мемлекеттің атқарып жатқан саясатын, дін саясатын, діннен бөлек қарапайым азаматтар үшін алған саясатын болсын, олар көріп, біліп, жүрекпен сезіп, біздің айтқан ұсыныстарымызға әрдайым бірге болып, сол бағытта бірге жүруге тырысты.